Бұл қазақ халқының тарихын, мәдениетін, рухын терең бейнелеген Мұхтар Әуезовтің ұлы туындысы. Жас абай білімге, әділетке, шындыққа құмар бала. Ол өз халқының мұңын түсінуге, жаны жол іздеуге талпынды. Абай халқының жүрегіне үміт пен даналық дәнін септі. Абай ақын ғана емес, ұлттың көзін ашқан рухани көшбасшы. Ол жаңа ойдың, жаңаша қазақтың үлгісі. Романда 19 ғасырдағы қазақ өмірі, би-болыстар, қақтығыс, рухани ізденіс барлығы шына сипатталған. Абайды ұлы еткен Ұлжан мен Зере қазақ елінің мейірі мен даналығы көрініс табады. Абай жолы ұлт рухтың, мәдениеттің биік шыңы, әр бетінде тағдыр, тарих, таным жатыр. Мұхтар Әуезовтің Абай жолы өткен мен бүгінді жалғаған алтын көпір. Абайды оқу, өзіңді тану. Абайды оқы.